Әйел үйдің айнасына жүгіріп, айқайлап, көмекке шақырады. Ол артына қараса, көрші бөлмеде өзіне жақындап келе жатқан қараңғы фигураны байқайды. Ол тағы да айқайлап, баспалдақпен көтеріле алатын жалғыз бағытта жүгіреді. Ол жуынатын бөлмеге жүгіріп барып, есікті артынан құлыптайды. Ол барлық жағдайды тез бағалап, ентігіп жатыр. Жуынатын бөлмеде терезе бар, бірақ ол оған тым кішкентай. Тіпті егер ол көтеріле алса да, жерге құлап, мойнын сындырып алар еді. Қашып, құтылу мүмкін емес. Ол тұзаққа түсіп қалды. Бірақ оның ойы бар. Ол терең дем алып, есікті ашып, оны ашпас бұрын тыныс алуға біраз уақыт береді. Ол дәлізге шығып, не іздеп жатқанын байқайды. Кішкентай үстелдегі телефон. Бірақ содан кейін ол баспалдақпен көтеріліп келе жатқан, өзін аңдып тұрған тіршілік иесінің көлеңкесін көреді. Ол қайтадан ваннаға жүгірмес бұрын телефонға жүгіріп барып, оны алып кетеді. Ол есікті артына жауып, 91-ші нөмірді тере бастайды. Бірақ ол соңғы нөмірді тергелі жатқанда, телефон оның қолынан шығып, есікті қағып кетті. Ол оны қайтадан алуға жүгіреді. Бірақ сымның кесілгенін көреді. Оның дәмін тататын тағы бір нәрсе болу керек. Ол алғашқы медициналық көмек қобдишасына жүгіріп барып, оған көмектесетін барлық нәрсені іздей бастайды. Ол ашуланып, кез келген нәрсені іздейді. Бірақ қатты дыбыстан шошып кетеді. Ол бұрылып қараса, есіктің қазірдің өзінде сынып жатқанын көреді. Оның қуғыншысы оны тепкілеуге тырысады. Ол алғашқы медициналық көмек қобдишасын іздеуге қайта оралады. Ол жерде қолдануға болатын нәрсе болу керек. Әйел алғашқы медициналық көмек қобдишасын жауып, бір сәтке тоқтап қалғандай болады. Ол айнадан өзіне қарап тұр. Оның бетінде абыржу сезімі қатып қалды. Ол айнадан өз-өзіне сыбырлайды. Көмектес. Есік кенет жақтаудан шығып, гүрілдеп, еденге құлап түсті. Әйел қолына алған жалғыз нәрсесін ұстап, бұрылады. Тіс щеткасы. Оның қуғыншысы қазір бос тұрған есіктен өтіп бара жатыр. Ол жабайы, бірақ шоғырланған көздері бар үлкен, қорқынышты адам. Оның қолында ол көрген ең үлкен пышақ бар. Ер адам жақындап келеді, ал әйел қорқып, шошып кетеді. Ол бір сәтке кідіріп, өзімен бірге алғашқы медициналық көмек қобдишасының айнасына қарап, күлімсіреп, осы көріністің қалай өрбігеніне өте риза болып көрінеді. Содан кейін ер адамдар пышақты жоғары көтереді. Ал әйел тіс щеткасын қандай да бір жолмен қорғайтын сияқты ұстайды. Содан кейін бұл мүмкін емес. Ал ер адам пышақты түсіреді. Тағы да. Бұл кісі өлтіру 40 жылдан астам уақыт бұрын болған. Бірақ оның жады сіз ойлағаннан әлдеқайда ұзақ өмір сүрді. Кейде өткенде болған оқиға ол жерде қалмайды. Және қайта-қайта қайталанудың жолын табады. Бірақ бұл сіз күткендей болмауы мүмкін. Сондықтан маған қосылыңыз. Доктор Боб және Си.Пи. 987 неліктен Си.Пи. Қорына қорқынышты галерея ретінде белгілі екенін зерттеңіз. Си.Пи.ден 987 бұл ит-мден 987 Си.Пи. сияқты таңбаланған әртүрлі өлшемдегі және түрдегі 13 қабырға айнасының жиынтығы. Коллекцияның жартысынан көбі дәрі-дәрмек шкафына салынған, қалғандарының өлшемдері әртүрлі. Кішкентай макияж айналарынан бастап, толық өлшемді айналарға дейін. Олардың ең үлкені 1,5 метрге жетеді. Стиль мен дизайн ерекшеліктері барлық айналардың 1940-тан 1990 жылдар аралығында жасалғанын көрсетеді. Және олардың дизайнында немесе тікелей сыртқы көрінісінде олар әдеттен тыс болып көрінетін ештеңе жоқ. Фотосуреттер мен бейнежазбалар сіз күткен нәрсені дәл көрсететін қалыпты айна беттерін көрсетеді. Тұтастай алғанда, бір қарағанда, бұл мүлдем қалыпты айналар сияқты көрінеді. Айналарды тереңірек зерттеу қиын болса да, неге екенін кейін түсінесіз. Си.Пи.ден алынған айналар 987. Ақырында адам олардың алдында тұрып, олардың бетіне қараған кезде өздерінің оғаш, қорқынышты ерекшеліктерін көрсетеді. Мұны істегенде, ол күткенде өзінің шағылысуын емес, мүлде басқа жердің бейнесін көреді. Зерттеушілер бұл жерлерді айналардың бұрынғы орындары деп болжаған, және олардың шығу тегі бойынша жүргізілген зерттеу Си.К және М айналарының бастапқы орнын анықтап, бұл теорияны растады. Бірақ айналар тек статикалық орынды көрсетпейді. Біреу айнаға тіке қараса, ол әрқашан біреудің өте қатыгез немесе жан түршігерлік өлімін бейнелейтін тұтас көріністі көрсетеді. Әр айнада әртүрлі көріністер мен орындар бейнеленген, бірақ олардың көпшілігі ванна бөлмесінде болып жатқан сияқты. Көрсетілген көріністердің ұзақтығы әртүрлі. Ең қысқасы небәрі 48 секунд, ал ең ұзыны 4 минуттан астам. Сахна аяқталғаннан кейін ол қайта ойнатылатын бейне ретінде
қайта іске қосылады. Бірақ CP987 оғаш қасиеттері мұнымен бітпейді. Бейне 2 рет қайталанғаннан кейін суреттер өзгере бастайды. Айнадағы жан түршігерлік өліммен бетпе-бет келген адам оны айна арқылы біреу бақылап тұрғанын түсінетін сияқты. Олар көбінесе көрерменнен оларға көмектесуін үнсіз сұрай бастайды. Бұл көрініс өрбіген сайын күшейе түседі. Егер сахнада агрессор болса, кейде оларда айна арқылы бақыланатынын түсінетін сияқты болып көрінуі мүмкін. Тіпті оларды бақылап отырған адаммен дұшпандық қимылдар жасау немесе айна бетіне жазу арқылы қарым-қатынас жасауы мүмкін. Бұрын аталған айналарда бейнеленген 3 құрбанның кім екені анықталды. CP987C K және E. CP987C 1968 жылы Калифорниядағы үйінің жуынатын бөлмесінде 62 жастағы ауқатты адамды бейнелейді. Ер адам байланып, еденде тізерлеп отыр. Ал азиялық келбеті бар, тек іш киімін киген жас әйел бөлмеге кіріп, оны тұншықтырып өлтіре бастайды. Көрініс 1 рет қайталанады. Содан кейін өзгере бастайды. Бұл жағдайда әдетте әйел қайтадан ернін бояу үшін бөлмеге кіргенде айна алдында тоқтайды. Содан кейін ол ер адамды тұншықтырмас бұрын әйнекте қызыл із қалдырып, айнаны сүйеді. 987 кейдің велосипедіне қарап отырып, көрермен үйінің кіреберісінде 34 жастағы ер адамды көреді. Ол 2000 жылдардың басында мен штатында орнатылған. Ер адам баспалдақта тұрып, төбеге жаңа люстра орнатып жатыр. Бір сәтте ер адам тепе-теңдігін жоғалтып, ұзын сымға оралып қалады. Тепе-теңдікті қалпына келтіруге тырысқанда, ол кездейсоқ төбеден электр сымының бір бөлігін тартып алады. Ол баспалдақтан құлаған кезде мойнына оралып, бір уақытта электр тогының соғуына және тұншығуына келеді. Көрініс қайталанып, өзгере бастағанда, адам өз міндетінен барған сайын қорқатын сияқты және оның соңғы сәттері барған сайын ауыр болып көрінеді. Кейде әйелі ішке кіріп, сахна аяқталып, қайталана бастағанға дейін оның мәйітін төбеге іліп қойғанын көреді. CP987 фильмінде 1978 жылы Нью-Йорктегі қонақ үй бөлмесінің жуынатын бөлмесінде 20 жасар қыз бейнеленген. Оның айнаның назарынан тыс қалған агрессорға қалай әрекет ететіні көрініп тұр. Қыз қорқып, бөлмеден жүгіріп шыққысы келген сияқты. Бірақ джинсы күртеше киген ер адам оның үстіне жүгіріп келіп, ішін пышақтап, қашып кетеді. Ол еденге құлап, тез өледі. Бұл 3-ші рет қайталанса, әйел агрессор көрінбей тұрып, көрерменмен сөйлесуге тырысады. Бірақ ол мас болып көрінеді және анық сөйлеуге тырысады. Егер CP-ден 987 адам өмірінің соңғы сәттерін бейнелейтін және қайта қараған кезде біртүрлі және қорқынышты түрде өзгеретін айналар жинағы болса, бұл қазірдің өзінде біртүрлі болар еді. Бірақ бұл туралы CP-ден тағы бір нәрсе бар. Айналардан басқа CP-дің тағы біреуі бар. 987 біреуі қорда әдетте куратор деп аталады. CP-дің 987 біреуі көзге көрінбейтін тіршілік иесі, шамасы тек термографиялық камералар үшін. Ол шамамен 2 метрлік адамның кеңістігін алып жатыр. Ол алып жатқан аумақ эндотермиялық болып табылады. Яғни ол жақын маңдағы объектілерден, бұл жағдайда шамамен 1-2 метр қашықтықтағы объектілерден жылуды сіңіреді. Ол сондай-ақ салмағы 150 килограммға дейінгі 8 метрге дейінгі нысандарды манипуляциялау мүмкіндігін көрсетті. CP-дің негізгі мінез құлқы 987 жерде қозғалу, айнадан айнаға кездейсоқ қозғалу. Ол келесі айнаға өтпес бұрын әр айнаның алдында шамамен 30 минутқа тоқтайды. Дегенмен, ол мұндай мінез құлықты тек жалғыз өзі көрсетеді. Және егер біреу бар болса, ол әрқашан олардан кемінде 3 метр қашықтықта болады. Бұл ережеден ерекшеліктер қызметкерлердің айналармен жұмсақ тазалаудан басқа кез келген нәрсені жасауға тырысуы болды. Егер айналар қандайда бір жолмен өзгертілсе, CP-дің 987 біреуі тез және агрессивті әрекет етеді. Бұл айналарды одан әрі физикалық тексеруді қиындатады немесе тіпті мүмкін емес етеді. CP-дің 987 біреуі де барлық 13 айнаның жинақтары да Евклид нысанының класына жатқызылды және қазіргі уақытта 14 зерттеу аймағында бетон қабырғалары бар 5-12-3 метрлік герметикалық камерада орналасқан және Фарадей торына салынған. Камераны стандартты камераларда, термографиялық камераларда үнемі бақылап отырады. Бірақ соған қарамастан, CP мен 987 бір рет ұстау жағдайлары бұзылған және нысан камераға қайта пайда болғанға дейін қысқа уақытқа жоғалып кеткен бірнеше жағдайлар болды. Кем дегенде 5 белгілі жағдайда CP 987 біреуі кәдімгі камералардан да
жылу камераларынан да шашырап кетті. Олардың әрқайсысында ол қайта пайда болған кезде жаңа айна пайда болды. Бұл қордың 13 айнадан тұратын бастапқы коллекциясының жалпы саны 18-ге дейін ұлғаюына келді. Және бұл сан одан әрі артуы мүмкін. Дегенмен, көп жағдайда CP-дің 987-сі біреуі сонау өткен өлімді бейнелейтін айнамен оралады. Бір ерекше қорқынышты жағдайда 987 бір адам өлімінен 15 минут бұрын жоғалып кетті. Ол қайтып келгенде, оның жанында өзінің люстрасының үстіне құлап, адамның жан түршігерлік өлімін бейнелейтін айна болды. CP-дің 987-ге қатысы бар ма? Біреуі осы өлімге немесе тіпті барлық өлімге қатысы бар ма? Қазіргі уақытта белгісіз. Шын мәнінде, айналарды табу қордың бақылауында болуы мүмкін сияқты. Туралы CP-ді ұстап тұрған жалғыз нәрсе 987 бір. Кем дегенде, көп жағдайда. Келесі жолы қауіпті тапсырманы орындаған кезде, абай болыңыз және айнаны байқаңыз. Сізді кім немесе не бақылап тұрғанын ешқашан білмейсіз. Енді барып, доктор Бобтың файлдарынан тағы бір жазбаны қараңыз және жазылуды ұмытпаңыз. Өйткені біз CP-дің қорының құпия мұрағаттарын одан әрі зерттей береміз.